Сәлем достар, сіздерге бүгін Халық банктен лицевой шоттың выпискасын қалай аламыз сол жөнінде көрсетіп беретін боламын. Ең алдымен сіздер Халық банк приложениясына кіресіздер. Бұл выписканы тек қана ИП егесі өзіне ғана ала алады. Осы өзінің соткасымен, өзінің приложениясымен тек өзіне ғана алатын болады. Басқа бір адамға бұл жерде алып бере алмайсыздар. Бұл жердегі Халық банк кімнің атына тіркелген, сол адамның атынан ғана ала алатын боласыздар. Енді кеттік. Міне Халық банкке кірдік. Осы жерде госуслуги деген бөлім бар. Осыған кіреміз. Мой налоги деген бөлімге кіреміз. Асты қарай түссеңіздер, міне қараңыздар. Выписка из налогового счета деген бар. Соның үстін басамыз. Осы жерде налоговый орган. Сіздерге қай органнан выписка керек, лицевой шоттан, лицевой шоттың выпискасы керек, сол органды таңдайтын боласыздар. Декретке тапсыратын кезде бізде әдетте прописка бойынша төлемдер түседі, яғни пенсионка, соцзачисление, ОПВР, медстраховка дегендер бізге прописка бойынша түсетін болады. Сол себептен біз бұл жерге прописканың адресін көрсететін боламыз. Налоговый орган деген бізге город Шымкент дейміз, еңбекші районы бізде. Выберите вперед деген жерге сіздер уақытын көрсететін боласыздар. Мысалға декретке тапсырып жатқан кезде соңғы 12 айды алатын боламыз. Бізде декретке февраль айынан бастап төленген, сол себептен біз январдан бастап ала береміз, осы күнге дейін аламыз да получить выписку деп жібереміз. Сол кезде өздеріңіздің номерлеріңізге SMS келетін болады. Сол SMS осы жерге тересіздер. Менде бұл жөнінде лицевой шот жоқ, сол себептен маған отказ келіп тұр. Ал сіздерге лицевой шотты шығарып беретін болады, соны жүктеп алатын боласыздар. Осымен болды. Егер видео пайдалы болған болатын болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.